Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Шымылдық әзірге жабық. Бақдәулет есімді үміткер келген болатын. Енді дәулеттердің көбі бізде енді ханзадалар ғой негізі. Сондықтан Нұрдәулет бар, Сәтдәулет бар. Бәлкім Жанеркенің ханзадасы сіз боларсыз деген үмітіміз бар. Жанерке, тағы қоятын сұрақтарыңыз жоқ па? Сол қатысушыларға жауап берсе, ата-енемен тұруға қалай деген сияқты. Ата-енемен, өзінің ата-анасымен, яғни ата-енемен бірге тұру керек па, Жанерке деген сұрақ қой. Ол не обязательно, бірақ өзінің шешім қабылдаймын ғой. Енді сөйлесіп үйдегілермен. Бошса бөлек тұрамыз дегенде бұйыртса, Алла қаласа көріміз енді танысып жалғасып жатса. Танысып алайық бірінші дейсіз. Жақсы болады. Баласыхан. Иә. Баласыхан негізі Жанёка қарсы ата-енемен тұруға. Бұрын мен де ойлайтын едім, сол жақсырақ деп бөлек тұру. Бірақ қазір ұл өсіріп жатырмын да, и ішімде мен де ойлаймын да, мен қазір бұны асырап жатырмын, бағып жатырмын, ауырғанда жанында боламын. И бір қыз келеді да, біз бөлек кетеміз деп, менің баламды алып кетемін деп кішкене мұңайып қалдым. Бірақ ойлаймын, балам өскенше мүмкін мен жазылып қаламын деп, нормальный болып қаламын деп. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді. Сіз балалы болғаннан кейін қазір түсініп жатсыз ғой. Иә, Баласыханым, рахмет. Бақдәулет, қош келдіңіз. Жерлесім екенсіз. Сіз Шымкент қаласының өзінде тұрасыз ба, немесе Өзінде қалам боласыз. өзінде тұрасыз ба? Жаңа Жанеркенің сұрағы негізі айтып жатқаны, ата-енемен алдағы уақытта бірге тұрамыз ба деген сияқты сұрақ қойып жатыр ғой. Сол жерде мен сұрайын деп жатқаным, сіздің ұстанымыңыз қандай? Алдағы уақытта егер ата-енемен бірге тұратын болсаңыз, орамал тағып, келіндік қызмет деген сияқты бала шаруасымен айналысып үйде отыратын келін іздейсіз ба? Алдағы уақытта немесе сіздің болашақ жарыңыз өз-өзімен айналысып, дамытып, өз-өзін жұмыс жасап, солай сізбен бірге көтерілген қалайсыз ба? Негізі бірге көтеріліп, бірге дамып, сол ғой енді айтар. Бөлек тұрып, көреміз енді, Құдай қаласа, Алла қаласа. Білмейміз ғой не болатын алда. Бірақ жұмыс істеуіне мүмкіндік бересіз ғой. Конечно, өзі көреді, енді өзінің өмірі ештеңе запрет қоя алмаймыз. Жоқ, негізі Баласыханым, айта кетейікші, ол ата-анамен бірге тұрып та өсіп өнуге болады ғой. Ол нәрсені бірден ата-ананың жанында тұрса, бір өсіп өне алмай қалатын, тек сол үй шаруасында қызметте ғана қап кететін сияқты көрсетіп жатыр да қазір қыздар. Жоқ, олай емес негізі. Ата-анамен де бірге тұрып, ол шаруаны да істеп, былай өсіп өніп дами беруге де болады деп ойлаймын. Бете бұндай. Ата-анамен тұруды бір сол басқаша өмірмен алмастырып жібереді да қыздар, ол дұрыс емес қыздар. Баласыхан, осы ата-ана тақырыбы жабылмайтын тақырып қой, енді біздің арамызда дейікші. Енді жаңа Саида айтып жатыр ғой, мен қазір өз баламды бағып, қағып жатырмын, өскен кезде қимай қалам деген сияқты. Дәл солай Баласыханым, қыздарды да бізді де ата-анамыз бағып қағады, оқытады, тоқытады. Одан кейін кетіп қалсақ,